Бірінші, ол әуелгі. Екінші сипаты аль-бақо. Алла субхана ва тағала мәңгі тұрушы. Өлмейді ол. Мына баршамыздың басталған күніміз белгілі болды. Бір күні келіп, бәріміздің аяқталған күніміз, датамыз белгілі болады. Ана бейітке барған кезде тас орнатып жатыр ғой қазір. Пәленше деген әкеміздің артына қалған балаларының, немерелерінің, келіндерінің атынан естелікті тастарды қойып жатыр ғой, жазып қояды ғой соларға. Әкесінің қайтыс болған күні, датасы, жылы. Сол секілді біздің де осы соңғы күніміз белгілі болады бір күні. Бір Алла субхана ва тағала ол не істемейді екен? Ол аяқталмайды. Ол өлмейді. Уәл аувал уәл ахир аятта. Ол басталусыз бар болу өздігінен. Уәл ахир және аяқталусыз бар болады екен Алла тағала. Міне жаббар иеміз Алла болу үшін осындай болу керек екен. Үшінші сипаты әл-қудра. Алла тағала құдірет иесі. Яғни құдірет деген барлық нәрсеге шамасы келуші. Біз кейде пенделік қылып, кішкене бір өзіміздің мансабымызға, немесе кішкене бір күшімізге, дүниемізге сеніп кішкене бір болатқан жағдайлар бар. Бір Алла субхана ва тағала мутакаббир, такаббар деген сипаты бар. Алла субхана ва тағала такаббар болса да аятта мен деп айтпаған. Біз деп сөйлейді аятта. Біз сендерді жараттық, біз сендерді өлтіреміз, біз сендерді ризықландырамыз дейді. Бірақ біз деп айтқан Алланың өзі негізінде. Ғалымдар айтады осының тәпсірінде, яғни Алла тағала өзі такаббар болса да, бірақ өте кішіпейіл сөйледі дейді. Алла субхана ва тағала құдіретімен әлемді жаратты. Алла субхана ва тағала құдіретімен барлық жоқты бар қылды. Жоқ нәрсе едік, ешкім жоқ еді әлемде. Біздің ата-бабаларымыз жоқ еді, Алла субхана ва тағала құдіретімен жаратты баршамызды. Ол құдірет иесі кім екен? Жалғыз Алла екен. Алла тағала одан кейінгі сипат әл-вахдания. Алла тағала жалғыз. Алланың серігі жоқ. Қалған жаратылысты бәршасын Алла субхана ва тағала жұп-жұбымен жараттым дейді. Жұбымен жаратқан. Еркек, әйел болады. Кез келген талдарында сондай еркектік, әйелдік сондай нелерімен бір-біріне будандастырып, талдарды сондай нетеді екен. Сол секілді әрбір жаратылыстың несі бар екен? Жұп-жұбымен жаратқанмын дейді. Бір Алла тағаланың несі жоқ? Жұбы жоқ. Ол Алла тағала біз секілді әйелге, ұйықтауға, басқа ондайға мұқтаж емес. Хадис құдсиде келеді, пайғамбарымыз айтады. Алла тағала мына әлемге кішкентай бір көңіл бөлмей қойса, біздің тілмен айтқанда, мына әлемнің тасталған шыққан көресіңдер дейді. Егер мына қазір біздің көріп тұрған қазір негіз күн шығып жатыр, батып жатыр деп айтамыз ғой. Негізінде күн шығып жатқан жоқ, батып жатқан жоқ. Біз шығып жатырмыз, біз батып жатырмыз. Жер өзі айналып жатыр, және сонымен қосылып күнді айналып жүрміз. Күн өз орнында тұр. Жер өзі айналып жүр, және өз айналғанмен қосылып, жер күнді айналып жүрміз біз. Егер осы жер өзінің несінен, өзінің өсінен дейміз ғой, скоросынан кішкене қосылып, сәл қосылып кетсе, тез айналып кетсе, онда біз жаурап қатып қалады екенбіз, мұз болып. Скорость жай төмендеп қалса, арқымызда күн қуып келе жатыр біздің. Бәріміз күнге кеп кетеміз. Өте соның бәрі есептелінген Алла тағаланың құдіретімен. Оның бәрі Алла тағала өзінің білімімен, құдіретімен оның бәрін орнына қойып қойған. Осы Алла тағала осының бәрін істеді, өзі жалғыз жасады. Мысалға айтатын болсақ, бір мемлекетте, бір елбасы бола ма, екі елбасы бола ма? Егер екі елбасы болса қалай болады? Солай ғой, әрқайсысы өзінің саясатын жүргізгісі келеді, бір-біріне бағынбайды. Сол секілді мынау әлемді жаратқан Раббымызда уахдания, ол жалғыз, оның серігі жоқ. Алла тағала Құран кәрімде айтады, егер сендер айтқанда илах құдайлардың екеу болғанында, мына әлемнің тасталқанын шыққан көререндер еді. Қазір қарасаңыздар, Алла субхана ва тағаланың жаратқан жаратылысында ешқандай ешкім сын айта алмай жатыр. Алла тағала Құран кәрімде аспанға қарамайсыңдар ма дейді. Аспанға қараймыз да Алла тағаланың шексіз құдіретін көреміз. Ол жерде ешкім бір сын айта алмайды. Бүткіл бәрі әдем болып келіп, бір жерінде бір тесік болып қалғанында біз айтар едік, мына жер бір сәл мынандай болғанда ғой деп. Сол секілді Алла тағаланың жаратқан жаратылысына ешкім ешкім айта алмай жатыр. Қазір өзіміздің мынау адам баласының денесінің бітімінің өзіне ешкім сын айта алмайтын деп жаратқан Алла тағала. Соңғы үлгіде жаратқан. Қазір технологияны барған сайын версиясы жаңарып шығып жатыр ғой телефондардың өзі. Көліктер де сол.
Әр 2 жылда, 3 жылда көліктің өзі, Toyota'ның өзі жаңарып жатыр. Сәл несін басқаша шығарады, алдын қарағанда барған сайын дамытып жатыр ол нәрсені. Алла субханала ва тағала әрбір жаратылысты ең соңғы версиясымен дамытып жаратып қоя салған. Біз айтпаймыз қазір, осы адам баласы тағы сәл бір басқаша болғанда ғой деп ешкім айта алмайды қазір. Тағы мына жер сәл мынандай болғанда ғой деп. Алла субханала ва тағаланың жаратқан жаратылысына ешкім сынатамайтын деп қойған дейді. Мысал айтатын болсақ, ғалымдар айтады, мына мұрнымыз бар ғой, мұрынның жұмысы не атқарып жатыр бұл? Тыныс алады. Осы ғана ма? Ау? Иіс сезу. Осын ғалымдар айтады. Алла субханала ва тағала біздің пенделік қылып асығыс жүретімізді біледі Алла тағала. Осы мұрнымызды мынау қолтықтың астына орнатып бергенде не болар еді дейді. Бұл мұрнымыз тек қана жаңағыда иіс демалу ғана емес екен. Мұны санитарлық жұмыс атқарады мына мұрын. Тур ауыздың алдына қойып қойған, сіз анау помидорды жейін деп алып келіп жатқан кезде мынау сізге сигнал береді. Ашып кеткен мынау, иістеніп кеткен. Ойбай мына лақтырып жібересіз. Егер мына жерде болғанда, оны кейде апарып иіскеуге уақыт жоқ сізде. Жей салатын еді анан. Алла тағаланың құдіреті шексіз, ана тур ауыздың алдына қойып қойған дейді анан. Анан иістен уже иісті байқадында лақтырамыз. Ашып кетті ғой мынаны. Неге холодильникке салмадыңдар деген секілді. Осында әрбір мүшеңізді зерттей беріңіздер. Алла тағаланың шексіз құдіретін көресіздер. Бір мүше болғанымен бірнеше жұмыс атқарып тұрады. Ол бірақ функция атқарып жатқан жоқ. Оның істеп жатқан жұмысын қазір қарайтын болсаңыздар, бірнеше жұмысты өзі атқарып тұрады екен. Міне осы вахдания сипат Алла тағаланың өзі жалғыз өзі жасаған бәрін. Ғалымдар айтады, бір қазір художник дейміз ғой, сурет салатын. Бір әдемі осы Алатаудың, Алматыдағы Алатауды әдемі соқса, немесе осы жерге келіп, сіздердің осы табиғаттарыңызды салып берсе әдемі қылып. Біз соған бар автограф алып, суретке түсіп, мына ғалым екен, художник екен деп. Алланың салған суретіне қарамайсыздар ма дейді. Ана художниктің салған сурет түрленбейді ол 4 мезгілге. Сол қысқа келіп қыс салып кетсе, қыс болып тұра береді, күзді салып кетсе, күз болып тұра береді. Алланың табиғатын қарамайсыздар ма дейді. Ол түрленеді 4 мезгілге. Ол түрлі иіске бөлініп тұрады, түрлі реңге кіріп тұрады. Енді ана автографты мойындайсыздар, неге Аллаға құл болған сендер бастарыңды емейсіңдер, ғалымдар айтады. Алланың суретіне қараса, қандай сурет салып берген саған. Бір-біріне ұқсамайтын иістер, бір-біріне ұқсамайтын дәмдер, бір-біріне ұқсамайтын денелермен Алла тағала осындай нығметтермен бізге салып берген екен. Демек, осының бәрін Алла субханала ва тағала вахдания, жалғыз өзі не істеген екен? Жасаған екен. Келесі сипаты аль-мухалифат лил хавадис деген сипат. Алла субханала ва тағала жаратылысқа ұқсамайды деген сипатпен сипатталу оған уәжіп болды. Әрине ғалымдарымыз, ұстаздарымыз айтады, Алла тағала ешнәрсе міндет емес. Бірақ сондай сипатпен осындай ерекшелігі оған міндет болды дейді. Ешнәрсеге ұқсамау Алла тағаланың. Міне осы жерде қарасаңыздар, қазір кейбір жастарым жаңа айттым ғой, осы ақида мәселесінде осы аль-мухалифат лил хавадисқа келген кезде жаратылысқа ұқсатып қойып жатыр Алла тағала адамдарды. Алланы адамға ұқсатып қойып жатқан жерлері бар. Мысалға айтады олар. Алланың 2 қолы бар дейді. 2 қолды оң жағында дейді. Өткенде бір бауырлармен осындай пікірталас болды. Алланың 2 қолы бар дейді. Екеуі де не дейді? Оң жағында дейді. Ойбай бауырым, бұны қайдан алдың сен? Аятта ядайын деп 2 тілмен келген ғой дейді. Деп өзінің екіншісінің Құран кәрімде мынандай аят бар. Мұхкам аят бар, муташабих аят бар. Мұхкам деген бір сөз айтылады, ол бірақ мағынаға істетіледі. Бір сөз, бірақ мағынаға. Мысалы, мына көрпеше десек, болды, осыған ғана. Көрпешенің басқа мағыналары жоқ қой енді. Ал мынандай сөздер бар. Мысалға айтатын болса, Қабанбай мына жақтан бір қол әскерді жинап келе жатыр десең, не түсіндіңіздер? Немесе осы жердің әкімі өзінің оң қолын жіберді осы жерге десе. Орталарың қазір әкім оң қолын жіберді десе. Не түсіндік? Немесе араларында көз бар десе, араларында құлақ бар десе, не түсініп жатырмыз? Бәрі ешкім көз деп кетпейміз ғой, қайерде тұрған көз, қандай құлақ ол, айтылған сөз басқа болды. Бірақ астарлы мағына мүлде басқа нәрсе меңзеп тұр. Бұл нәрсені муташабих деп айтылады. Бір сөз айтылады, оның астында көп мағынаны қамтып кететін сөзді муташабих деп айтады. Құран кәрімде ят деген келген сипат Алланың, ят деген. Бірақ ят деген тек қана қол деген мағына жоқ ол жерде. Яттың 14-тен астам мағынасы бар екен. Яттың. Осы
Құрандағы муташаби аяттарды түсінуге келген кезде ғалымдар екіге бөлінеді. Бір ғалымдар тафуид жасаймыз дейді, бір ғалымдар тауил жасаймыз дейді. Тафуид деп айтқан, ят деген сөз келді, біз соған иман келтіреміз, мағынасына кіріспейміз дейді. Екінші халаф ғалымдар шықты. Осындай араб емес ұлттар дінді қабылдаған кезде Құрандағы осындай муташабих бірнеше мағынаны қамтитын сөздерді көріп, мағына айта бастады әркім. Өздерінің түсінігінде сөздер айта бастады. Алланың қолы бар, Алланың аяғы бар деген секілді. Сол кезде ғалымдар, жоқ бауырым, олай деп айтпаңдар. Біздер Алла субхана ва тағаланы бүткіл кемшіліктен пәктеу үшін келгенбіз. Біздің ақидамызда бірінші Алла субхана ва тағаланы тәнзих қыламыз, кейін исбат қыламыз дейді. Тәнзих деген бүткіл кемшіліктен пәктеу боламыз. Сонан соң бар өзіне лайықты сипатты бекітеміз. Ал басқа ағымдағы бауырларымыз Қазақстанда жаңа айттық қой, салафизм, ваххабизм, көптеген измдар қойып кетті, өкінішке орай. Ол ағымда жүрген бауырларымыз бірінші Алла Тағалаға исбат, бірінші бекітіп болады, қолы бар деп. Одан кейін бар өзіне жараса деп, осында ақидадан айтып жатқан жастарды көрдік. Демек жаңа айтқанымыздай, осы Алла субхана ва тағала ал-мухалифатул хавадис, Алла Тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген сипатпен сипатталуы ол міндет екен. Еш нәрсеге ұқсата алмайсыз. Олар айтады, Пайғамбар мына хадисін тікелей түсінуге тырысады. Мысалы былай дейді: түннің 1/3 бөлігінде кім тахажжуд намазға тұрса, Алла субхана ва тағала, сол хадисті тікелей аударайын мен, сөзбе сөз, аспан қабатына түседі дейді Алла Тағала. Нузул деп келген да сол жерде. Осы нузул деген араб тіліндегі сөздің өзі муташабих сөз. Көп мағынаны қамтитын сөз негізінде. Ол түсу деген тек қана жоғарыдан төмен қарай мағынаны қамтымайды ол жерде. Бірақ осын солай аударып жатыр. Яғни түнде сен тахажжуд намаз оқысаң, Алла не дейді? Аршыдан аспанға түседі деп есептеп жатыр. Бауырларымыз. Бауырым, қалай түседі, сен не айтып тұрсың десе, бауырым, философияға кірмей қояйық. Түседі деп айттым, демек түсінеді, түседі деп осы сөздерді айтып жатқан бауырларымызды көрдік. Мынау Ибн Таймия рахмаулла 6-шы ғасырда өмір сүрген адам. Сол кісі де өзі, ол ғасырдағы ғалымдар оған не деп айтқан? Ибн Таймия рахмаулланың білімі ақылдан асып кетті деп айтқан. Өз ақыл көтермейтін сөздер көп айтып тастаған. Бірде осы хадисті түсіндіремін деп минбарда тұрып уағыз айтады. Сөйтіп халыққа айтады: Алла Тағала түннің 1/3 бөлігінде түседі дейді. Енді ол кездегі халық сауатты ғой адамдар. Адамдар сұрақ қояды: сен түсінбей жатыр, түседі деп қалай түсіндіресің? Не нәрсе қалай түседі дейді. Сол кезде минбардан төмен қарап түсті де қайтып көтеріліп кетті дейді. Міне осылай мен түсіп шыққан сияқты көтеріледі Алла Тағала деп айтқан. Сол кезде адамдар аяқ киіммен ұрып, үлкен фитна болады мешіттің ішінде. Сол кездегі, сол ғасырдағы ғалымдардың бәрі жиналып, сол патшаның алдына алып келіп, үлкен сондай сөзге келіп қалып, барша ғалымдар бір ауыздан оған сөгіс жариялайды. Сөйтіп оны түрмеге жабады. Тәубаңа келгенше шықпайсың деп. Бірақ ол тәубасына келіп, екінші мәрте шығып, және айтады, үшінші мәрте сол түрмеде өлтіріледі сол кісі. Неге? Адамдардың нанын сенім бұзып жүргендіктен. Демек жаңа айтқанымыздай, бұл аспан қабаты. Оның үстіндегі аршы, күрси, барша жаратылыс оның бәрін бастауы бар еді. Олар жоқ кезде Алла Тағала бар еді. Кәналлаху ва лам якун макан. Кәналлаху ва лам макан ва хуа аля ма кана алейхи али. Радаханху. Алла Тағала мекен ешнәрсе жоқ кезде бар еді. Қазір де бар болуы өздігінен, сол әуелде қандай бар болған болса, сондай бар болып тұр дейді. Али айтады. Бірақ келіп алып, Алла Тағала аспанда екен, аспанға түседі екен, көтеріледі екен десеңіз, көз алдыңызға не елестеп жатыр? Өткенде бір бауырымызбен кездестім, Астананың несі екен, сол жерде білім алған екен, сондай бауырларымыздан. Бауырым деді, шыныңды айтшы сен. Сол ұстаздарың соны үйреткен кезде көзіңе бір құбыжық елестеді ме деген, елестеді дейді. Екі қолы бар, екеуі де оң жағында, аяғы бар, шашы бұйра, аяғын айқастырып отыратын, жүретін, жүгіретін, аспаннан түсетін, көтерілетін бір құбыжық елестеді көзіме дейді. Ғалымдар айтып жатыр, сен Аллаға намаз оқып жатқан жоқсың, сен соны көз алдында елестеп тұрған құбыжыққа намаз оқып жүрсің дейді. Сен соған намаз оқып жатсың. Алла Тағала сен ойлап тұрғаныңнан да, айтып тұрғаныңнан да, көріп тұрғаныңнан бәрінен пәк Алла Тағала. Алла Тағала ондай емес. Демек жаңа айтқанымыздай, бұл ақида мәселесі өте нәзік мәселе. Бұл Алла Тағаланың бар екеніне сендік, оның пайғамбарларына, періштелеріне, кітаптарына, жақсылық жамандық Алладан екеніне, қиямет күніне болатынына сендің ба? Иманның алты шарты бар. Болды, сіз мұсылмансыз. Енді келіп алып, Алла Тағала қай жақта екен? Қандай екен ол? Алланың аяғы бар екен, беті бар екен, жүзі бар екен, қолы бар екен. Тағы басқа сөз айтуымен адамдар тек қана адасады. Алла ондай емес. Аятта Құран кәрімде айтып жатыр. Алла Тағала ондай емес.
Алла субхана ва тағала қолды бекітсеңіз не болады? Ол кемшілік болып табылады. Мысалы бізде бір қол жоқ адам не деп айтады? Мүгедек қой. Дұрыс па? Инвалид деп айтады. Бірінші группа, екінші группа, үшінші группа инвалидке бөліне береді ғой. Мүгедек адамдарға. Демек біз қолға мұқтажбыз, сол үшін бар қолымыз болғаннан кейін бар денсаулығы жақсы екен деп жұмыс қалады бізді. Яғни біз мынаға мұқтажбыз. Біз аяққа мұқтажбыз, қолға мұқтажбыз. Біз көзге мұқтажбыз. Бүткіл осында жаратылысқа мұқтажбыз. Алла Тағала оған еш нәрсеге мұқтаж емес. Жаңа айтқанымызда Ихлас сүресінде Аллаху Самад деп айтты. Ол еш нәрсеге мұқтаж емес, айт оларға деді. Алла Тағала қолға да, аяққа да еш нәрсеге мұқтаж емес Алла Субхана ва Тағала. Бірақ келіп алып өзіңіздегі жаратылысты Аллаға ұқсатып қойсаңыз, сіз адасып кеттіңіз. Алла ондай емес. Бәлкім жаратылыс бір-біріне ұқсай береді осы әлемде. Бірақ Алла Субхана ва Тағаланың жайында ой жүгіртетін болсаңыздар, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде былай дейді: «Ла туфаккиру ан затилла, валакин туфаккиру ан холқилlah» деген хадис бар. Сіздер Алла Тағала жайында, Алла туралы мына пікір, ой жүргізбеңдер дейді. Пайғамбар айтып жатыр. Бәлкім Алланың жаратқан жаратылысына пікір жүргізіңдер дейді. Тауды зерттеңіз, жерді зерттеңіз, мұхитты зертте, өзіңді зертте. Бүткіл жаратылысты зерттей беріңіз. Табиғатты зерттеңіз. Алланы зерттеме деп жатыр. Алланы зерттеген адам адасады ол. Себебі біздің мынау ақылымыз, ойымыз шектеулі ғой ол нәрсе. Абай атамыз айтады: жаратылмаған мен жаратылғанды зерттегім келеді дейді. Жаратылмаған деп Алла Тағаланы айтып жатыр Абай атамыз. Жаратылған деп біздің ақылымыз айтты. Ойымен, ақылмен Алланы қазір зерттеймін десең, отырып алып адасасың сен. Бірде бір сахаба келіп: я Расулалла, маған бір ой келеді дейді. Оны айтайын десем, оның айтқаннан гөрі мен жоқ болып кеткенім жақсы дейді. Айтпайын десем, мен қатты мазалап жатыр дейді. Сол кезде пайғамбар айтады: сен айтқыздырмай айтқан сенің тақуалық иманың деді. Ал саған сол ой салып жатқан ол шайтаннан болады. Не нәрсе ол деді. Я Расулалла, маған ой келеді дейді. Мынау әлемді кім жаратты? Алла жаратты деп жауап беремін дейді. Сені кім жаратты? Алла жаратты. Балаңды кім жаратты? Алла жаратты. Жауап бере беремін дейді. Алланы кім жаратты деген сұрақ келеді дейді басыма. Сол кезде пайғамбарымыз айтты: осында ой келсе, аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп Алладан шайтанның уасвасасынан пана тіле дұғасын үйретті. Осыны айтты деді. Демек, осында ой келген кезде біз Алладан көмек сұрауымыз керек. Алланы зерттейміз десең адасып кетесіз. Мысалы, Алла Субхана ва Тағала Құран кәрімде былай дейді: мынау жарықты да, қараңғыны да жараттым дейді. Біздің ақылымыз бойынша мына жерге жарық болып тұру керек, немесе свет өшірсе қараңғы болып тұру керек қой. Әлем. Екеуі де жоқ еді. Алла Тағала Құран кәрімде айтып жатыр. Екеуін де жоқ еді, мен жараттым дейді. Екеуі жоқ кезде әлем қандай еді? Кім айта алады? Ақылымыз тоқтап қалады, ақылымыз жүрмейді ары қарай. Біздің ақылымыз бойынша не жарық болып тұру керек, не қараңғы болып тұру керек. Алла Тағала екеуін де жараттым деп жатыр. Екеуі жоқ кезде әлем қандай еді? Ақылыңыз тоқтап қалады. Енді сол нәрсенің өзіне ақылыңыз жұмыс істей алмады ма? Енді не? Соны жаратқан Алла жайында пікір жүргізбе деп жатыр пайғамбар. Алла жайында ол ойланба сен. Алла қандай екен, қай жерде екен, ол қандай екен деген секілді. Тіпті мынау ғалымдар айтады, денеміздегі әруақ дейміз ғой, рухтың көпше тұры ғой әруақ деген. Денеміздегі жанымызды зерттей алмай жатырмыз ғой қазір. Денеңізде жаныңыз қай жерде тұрғанын ешкім білмейді. Ол сондай өте үлкен құдірет қылып жаратқан күш ананың бойында. Мына бүткіл денеңізді жүргізіп жатқан сол рух денеңіздегі. Рух шыққан кезде денемізді апарып жерлеп тастайды. Сіздің ішінде сөйлеп жатқан сіз ана рух қой негізінде. Осы рух жайында пайғамбарымызға аят түсті. Сені рух жайында сұрайды олар. Оларға айт, рух жайында мен аз ғана мағлұмат берген деп айт оларға дейді. Демек, өзіміздің бойымыздағы рухымызды зерттей алмай жатырмыз біз. Мына жүрек деген үлкен нығмет бар денемізде. Жүрек қартаймайды екен адамның. Осы жүрек бала анасының құрсағына байланғаннан бері ең бірінші жүрегі пайда болады. Арғап кейін басқа мүшелері пайда болады, сөйтіп бала болып дүниеге туылып келеді ғой. Осы жүрек тоқтамай жұмыс істеп келе жатыр. Күніне бір ғалымдар айтады, күніне сол 2 тоннаға жуық қандай айдайды дейді адамның. Айналдырады дейді. Насос мынау. Енді соны ешкім таба алмай жатыр. Не деген насос мынау? Біздің ойымыз бойынша бір мотор жұмыс істеу үшін оның артында бір заряд болып бірдеңе тығу керек те, бір нәрсеге искра беріп, бір-біріне күш беріп жұмыс істеу керек қой нәрсе. Жүректі қараса ешқандай бір ар жақта ұрып тұрған бір не жоқ оған, искра беріп тұрған. Жүрек ет сондай бір тоқтамай насос қандай деп атқан.
Осы жүректің өзінің әлі ешкім тапқан жоқ. Не деген күш бұлар? Қалай ол өзіне өзі жұмыс істеп тұр? Неге ол тоқтап қалмайды? Неге ол тоқтамай бір скороспен жұмыс істейді? Не көбейіп кетпейді, не азайып кетпейді? Міне осының өзіне біздің біліміміз жетпеді, Алланы зерттей алмайсыңдар дейді. Пайғамбар соны ескертті. Алланы пікір қылмаңдар деді. Бәлкім Алла субхана ва тағаланың жаратқан жаратылысына пікір жүргізіңдер. Демек жаңа айтқанымыздай, Алла аспанда да емес, Алла жерде де емес. Алла субхана ва тағала білімімен барлық нәрсені қамтып тұр. Кейбір бауырларымыз секілді Алла барлық жерде айтуға да болмайды. Біреулер жала жауып жатыр қазір осы ханафи бағытында жүрген бауырларға. Сендер айтасыңдар, Алла барлық жерде айтасыңдар. Не Алла сонда әжетханада ма не дейді, біреулер айтады. Алла тарапынан әдеп сөйлеуге болмайды біріншіден. Ешкім Алла барлық жерде айтып жатқанымыз жоқ қой біз. Алла тағала деп айтады. Білімімен барын қамтып тұр деп айтылады. Мысалы, бүгін осы жерде біздің отырғанымыз Алла біліп тұр ма, білмей тұр ма қазір? Біліп тұр ғой, көріп тұр, естіп тұр. Солай ма? Енді жердің ана басында отырған бір адамдардың қазір не істеп жатқанын біле ме, білмей ме? Біледі ғой. Бәрін біліп тұр. Или тек қана осы жерді ғана біліп, ана білмей жатыр ма Алла тағала? Олай емес. Яғни Алла тағала деген бүткіл жаратылысты біліммен қамтып тұр, бәрін біліп тұр деген мағына ол жерде. Аспан, жер, Алла тағала Құран кәрімде айтады, мен 7 күнде жаратқанмын дейді. 7 күнде аспан мен жерді жараттым дейді. Аспан, жер ешнәрсе жоқ кезде Алла бар еді. Сол бар күйінде тұра береді. Ертең қиямет күні бәрі тас-талқан шыққан кезде де Алла субхана ва тағаланың несі бар болып тұра береді екен. Жаңа айтқанымызда, құрметті бауырлар, демек Алла субхана ва тағала дене беріп қойдан сақтанайық. Алланың қолы бар екен, өзіне жараса, аяғы бар екен, жүзі бар екен, аспанда екен, жүреді екен, жүгіреді екен деген сипаттарын бәрін аулақ болыңыздар. Алла тағала ондай емес. Алла тағаланың сипатымен ғана танимыз. 99 сипатын көріп тұрмыз ғой. Ғалымдар айтады, Алла тағаланың есім сипаттарының шегі жоқ дейді. Біздің ақылымыз көтеретін ғана осы 99 сипатты ғана айтып қоя салды дейді. Ар жағында саны жоқ сипаттар бар Алла тағаланың. Бір айтса да оның бәрін түсінбейміз біз. Жаңа айттық қой, қараңғы ма, жарық па, екеуі жоқ кезде қандай тота қалдық қой біз. Сол сияқты Алла тағаланың сондай сипаттары бар, оны айтса бәрі біздің миымыз қабылдамайды. Түсінбейсің бәрі оны. 99 сипатты біз түсінеміз. Алла рахман дейді, ол мейірімді, рахим, ерекше мейірімді екен. Ол жаратушы, ол ризық беруші, ол тірілтуші, өлтіруші, кете береді сипаттар. Осын, Алла тағала мейірімді екен ғой, рахымды екен ғой, Алла тағала тәубені қабыл қылушы екен ғой, кешірімді екен ғой деп сипатымен танимыз біз. Осы 99 Алла тағаланың көркем есімдері біздің ақылымыз көтеретін есімдер айтылды ол жерде. Жаңа айтқанымызда, демек біз Алла тағалаға иман келтіріп, оған шынайы құл болу үшін келдік, бірақ жаңа айтқанымыздай оны зерттеп, оны талдау үшін келгеніміз жоқ. Одан кейінгі сипаты Алла субхана ва тағала ол көруші. Алла тағала көреді. Бірақ Алла субхана ва тағаланың көруі ол өздігінен. Біз көреміз, немен көреміз? Көзбен көреміз ғой. Осы көзімізді анау ақсақалдарымыз айтып отырады ғой енді. Адам жасы барған сайын ашки сұрай бастайды. Кейін ашкимен де көрінбей қалып жатқандар бар. Алдына барсаң кімнің баласын деп тұрады алдында. Көрінбей жатыр көздер. Демек осы көзіміздің де өзінің несі бар, өзінің шектеуі бар. Қазір отырып алып осы көзбен бүткіл әлемді көре алмайсың сен. Қазір мына дуалдың артында не тұрған көре алмайсың. Ол көзінде өзінің белгілі жері бар, көретін өзінің расстояниясы бар. Бізге Алла тағала осы дүниеде осы көзді берді көру үшін. Алла тағала да көреді, көруші сипатымен. Бірақ біз сияқты мына көздің қарашығымен ондай зрениемен емес. Алла тағала көреді, ол өздігінен бастауынсыз, ешқандай мүшесіз көреді. Ешқандай осындай көздің домалақ қарасыз, ақсыз көреді екен. Одан кейін сипат Алла субхана ва тағала сөйлеуші. Алла тағала сөйлейді. Сөйлеуі, мына Шәкәрім атамыздың ақидасын қараңыздар. Шәкәрім атамыз айтады. Алла тағала сөйлейді, біздің жақ мынандай немен емес дейді. Біз секілді жақпен, тілмен, дыбыспен емес дейді Шәкәрім атамыз. Алла тағала сөйлейді, біз секілді бір тілде сөйлемейді ол. Біз сияқтаны буын, әріптерді жинап, сөз, одан кейін сөйлемді құрап, ондай сөзбен сөйлемейді Алла тағала. Алла тағала өзінің мутакалим, сөйлеуші деген сипатымен сөйлейді, өзіне жараса. Ол біздің арамызда қазақ тілі, орыс тілі, араб тілі, бізді Алла тағала түрлі ұлтқа, ұлысқа бөліп тастады дейді, бір-бірлеріңді тануларың үшін дейді. Бір Алла тағала сөйлейді, өзінің сөйлеуші деген сипатымен сөйлейді екен. Алла субхана ва тағала білуші, алим сипаты бар. Алла тағала бәрін біледі. Сіздің не істейін деп жатқаныңызды, сіздің жүрегіңізде қандай ой тұр, не ойлап жатсыз қазір? Бәршасын не істейді екен Алла тағала біледі екен.
Тіпті сол періштелер білмей қалады екен, бір Алла Тағала сіздің ойлап отқаныңызды біледі. Алла Тағала алим деген сипаты, яғни білуші деген сипатымен, бірақ адамдарда біледі, білім алып жатыр ғой, ғалымдар бар. Бірақ Алла Тағаланың ғалым, білуші деген сипатымен адамдардың сипатын екеуін не істеуге болмайды, салыстыруға келмейді. Адамдардың білімді болуы не? Саты-сатымен ғой. Үйренеді, мектеп бітіреді, одан кейін ары қарай университет білім бар, одан кейін ары қарай тағы білімін жетілдіреді. Соның арасында тағы қанша оқыған білімін есінен шығарып қояды. Бәрі кемшілікпен біздің білімдеріміз. Екіншіден, бәрібір бір маманы ғана сіз ұстайсыз. Бір саланы ғана маман болып шығасыз, бүткіл әлемдегі бәр білімді қамти алмайсыз ғой. Медицина саласындағы мына физика, астрономия бәрін қамтып жүре алмайды олар. Тек қана білім медицинаға кетеді. Бір кісілер тек қана физикамен болады. Біреу тағы басқа деген секілді. Алла субхана ва тағаланың білімді болуы бүткіл ненің бәрін қамтып тұрушы, және толық білімді деген сипатымен сипатталады деген. Міне осылай сипаттар бірінен кейін бір кете береді. Жаңа айтқанымыздай, біздер Алла Тағаланы тек қана несімен таниды екенбіз? Есім сипатымен таниды екенбіз. Жаңағыдай орынға бекітіп ондаймен танымаймыз. Алла аспанда екен, Алла аршының үстінде екен, тағы басқа екен, ондай екен, бұндай екен деген ақиданың бәрі дұрыс емес ақидалар. Оның бәрі жалған ақидалар. Бұл христиандардың ақидасы осындай. Сұраңыздар, христиан орыстар бар ма? Сұрасаңыздар болады. Олардан сұраңыздар. Где Бог деп сұрап көріңіз еді? На небесі, на трон деп жауап береді сізге солар. Өткенде бір орыс бауырымыздан соны сұрадық. Шынымен сөйтіп айтып жатыр. Ол айтады, Бог Құдай аспанда, ар жағында трон деп жатқан аршы ғой ол. Аршыда дейді. Алланың қолы бар ма десең, бар дейді. Біздікінде мынандай қол ма десең, жоқ, өзіне жараса дейді. Бұл мына христиандардың ақидасы сондай болады. Муътазила, хавариж деген осындай жамааттар шыққан, олардың ақидасы осындай болған. Ахл сүнна уәл жамағат, пайғамбарымыздың ақидасы ондай емес, құрметті бауырлар. Біз жаңа айттық, демек біздің ақидамыз, наным сеніміз дұрыс болған кезде, одан кейінгі неміз дұрыс болады екен? Шариғат дұрыс болады. Одан кейінгі ақылық мінез пайда береді. Егер мынау дұрыс емес болатын болса, бірінші жол, онда кейінгі шариғатыңыз да, ақылық мінезіңіз де пайда бермейді екен. Мына жаңа айтқанымызда мойнымызда 40 сұрағымыз бар. Ертең ақыретте ғалымдар айтады, 40 сұраққа жауап бергеннің өзінде Алланы іздеген адамдар дейді, өздеріне қосымша сұрақты жүктеп алды дейді. Ертең олардан сұрайды дейді, сен мені іздепсің ғой уақытында. Таптың ба, қалай болды өзі? Жауабы не болды? Сұрақ қате болған кезде жауап та қате болады. Алла қайда деп сұраудың өзі қате негізінде. Себебі ол, оның жауабы да бір жерге бар бекіту ғой бізде. Қазақ тілінде да де, та де деген жалғау сөздің соңына. Өшердің имамы қайда десеңіз, мешітте, үйде, жұмыста, көшеде, да де, та де жалғап атсыз, бір жерге бекітіп атсыз. Әйтеуір бір жерге бар бекітесіз. Сол секілді қайда, Алла қайда деген кезде, оның жауабы да не болып шығады екен? Бір жерге бар бекітім керек екен сен. Аспанда десеңіз, ол қате. Бауырларымыз, аспанда дейді, аят бар Құран кәрімде. Илахугум фиссама, илахугум фил ард дейді. Егер тікелей аударатын болсам, сендердің илахтарың аспанда, құдайларың жерде деп жатыр. Бірақ ол аяттың тәпсірінде ғалымдар не деп берген? Аспан мен жердің құдайы деп мағына берген да ол жерде. Бірақ оны тікелей аударатын болсаң, жаңағыдай сөз шығады. Не деп жатыр? Олар аспанда деп жатыр құдай. Пайғамбарымыз айтады, Аллаға ең жақын кездеріңіз қай жер дейді? Сәжде деп жатыр ғой пайғамбарымыз. Аспан деп айтқан жоқ қой пайғамбарымыз. Сәждеде дуа қылыңдар дейді. Сәждеде жатқан кезеңдерің Аллаға ең жақын кездерің дейді. Пайғамбар айтып жатыр саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ жаңа бауырымыз айтады бір уағызында, атын айтпай қойын. Мынау бірінші этажда тұрған адамға қарағанда, екінші этажда тұрған адам немесе үшінші этажда тұрған адам Аллаға бір табан жақын дейді. Қалай сонда? Мен бірінші этажда тұрсам, менің жоғарымда үшінші этажда христиан тұратын болса, сол Аллаға жақын екен да сонда. Не нәрсе ол? Мына жоғарылаған сен Аллаға жақындап жатыр деп есептейді олардың ақидасында. Жоқ, ондай емес. Пайғамбар не деп жатыр? Сәжде деп жатыр ғой, сен ең жақын кезеңің Аллаға. Алла Тағала Құран кәрімде деді, біз сендерге мына күре тамырларыңда жақынбыз дейді. Екінші бір аятта, ва хуа маакум айнама кунтум. Сендер қайда болсаңдар, Алла сендермен бірге дейді. Сендер қайда болсаңдар, Алла сендермен бірге деп жатыр. Сол үшін жаңа құрметті бауырлар айттық, Алла аспанда деп айту бұл дұрыс нәрсе емес. Оны сөзге шығарып жатыр. Біздің қазақ халқы төбеде Құдай көріп тұр ғой енді. Құдайдан қорықсайшы деген термин бар ғой бізде. Дұрыс па? Айтады ғой сондай. Төбемде Құдай көріп тұр, қойсайшы дейді.
Бар ма сондай сөз? Бірақ сол айтылған сөзді бұлар басқаша қылып түсіндіріп жатыр да қазір. Біздің ата-бабаларымыз ешқашан олар ана айтып тұрғанда елестетпеген ғой көз алдына. Аяқ қол салбырап төбеден бүйтіп Құдай қарап отқан жоқ төбемізден. Ешқашан қазақ ата-бабаларымыз өйтіп түсінбеген. Оны солай деп айтылғанымен, бірақ ол басқаша мағына. Яғни мұрақиб мағынасында екен. Мұрақиб деген Алла Тағала бақылап тұрушы деген мағынада. Алла Тағаланың сипаты бұл. Яғни аспан, жер бәрін бақылап тұр Алла Тағала бізді. Қойсайшы Құдайдан қорық деген мағынада ол жерде. Бірақ ол не дейді? Қазақ та сөйтіп айтады ғой дейді. Қазақ төбемде Құдай көріп тұр. Мысалға айтатын болсақ, ол жерде қазір саясат айтып жатсақ та, өзіңіздің жұмысыңызға қатысты, бастығыңызға қатысты әңгіме басталды. Сол коллективтің ішінде деп айтайық. Ішінде біреу айтса, жігіттер тоқтатыңдар әңгімені. Мына сөз ертең жоғарыға кетіп қалмасын, байқа деп айтса. Жоғары деп айтты ол жерде. Енді жоғарыдан бір нәрсе күтіп отырамыз ба, не келер екен төбемізден деп? Сөз қайда кетіп жатыр? Байқаңдар, мына сөздерің ертең жоғарыға кетіп қалып, ертең звонок түсіп тұрмасын әрқайсымыз деп айтса, не түсініп жатсыз ол жерде? Яғни бастыққа кетіп қалып, проблема болады бәрімізге. Қойсаңдаршы деп жатыр да ол жерде. Бірақ айтқан кезде не деп айтты? Жоғары деп айтты. Ешкім жоғарыға қарап отырмайды ғой, не келеді жоғарымыздан деп. Яғни айтылған сөз солай айтылды, бірақ сөздің төркіні қайда кетіп жатыр? Бастыққа кетті ол. Сол сияқты төбемде Құдай көріп тұр дегені, ол бауырымды айтып тұрғандай салбырап отқан Құдай жоқ төбемізде. Яғни мұрақиб мағынасында аспан, жер бәрін қамып тұрған Құдай біліп тұр ғой бәрін, көріп тұр. Сен сол Құдайдан қорықсайшы деген мағынада ол жерде. Бірақ оны алып келіп біздің қазақ атамызға жала жабуға ешкімнің ақысы жоқ. Біздің қазақ атамыз ешқашан Құдай аспанда салбырап отыр, жаңа олар айтқандай. Сондай бір денеге бекіткен халық емеспіз біз. Біз Аллаға шүкір ата-бабаларымыз ақидасы, не? Біз фиқл акбардағы ақиданы біз көрдік Абай атамыздың қара сөздерінде. Не? Имам Тахауидің сөздерінде, Шакардың атамыздың кітаптарында көріп тұрмыз. Міне біздің ата-бабаларымыздың ақидасы қандай болған? Бұл пайғамбардың ақидасы. Бүткіл пайғамбардың ақидасы, наным, сенімі не екен? Ол біреу екен. Сол үшін құрметті бауырлар, жаңа айтқанымыздай, біздер Алла Тағаланы кемсіту үшін келгеніміз жоқ әлемге. Қазір сен аспанда екі қолы бар, екі аяғы бар, балтыры бар, жүзі бар деп айтсаңыз, сіз кемсіттіңіз Алланы. Ұлықтаған жоқсың. Біз Алланы ұлықтау үшін келдік. Субханаллах деп тәсбih тартамыз ғой. Мағынасы не оның? Пәк. Алла, сен бүткіл кемшіліктен пәксің деп жатсың сен. Одан кейін альхамдулилля, сол пәк болған Аллаға мақтаулар болсын. Одан кейін Аллаху акбар, сол пәк болған, мақталынған Алла ұлы ғой деп және 3 мәрте, 33 мәрте тәсбih тартамыз да. Яғни біз не? Алла Тағаланы бүткіл кемшіліктен пәктеу үшін келгенбіз. Жаңағыдай адамның денесіне бекітіп кемсіту үшін келгеніміз жоқ. Екіншіден Алла Тағала ондай емес. Алла Субхана ва Тағала бүткіл кемшіліктен пәк болған жаратушы иеміз. Мына уақытысында мынау көптеген осындай философиялық мынау батыстың осындай философтары шығып, көптеген мұсылман адастырды осындай ақида мәселесінде. Олар айтады, айтқан уақытысында. Сендер айтасыңдар, Алла құдірет, Алла құдірет иесі. Алла Тағала өзі секілді екінші бір Құдай жарата ала ма деп сұрақ қойғанда олар. Сұрақты қараңыз енді. Сол кезде қаншама мұсылмандар адасып кеткен сол кезде. Қазір жаратамайды деп айтсаң, діннен шығып кетесің. Ойланып қалсаң да діннен шығып кететін мәселе. Ақида өте нәзік мәселе. Қанша мұсылмандардың басында осындай көптеген осындай оқиға болған сол кезде. Мынау испаниялық Ибн Рушд деген ғалым шықты, Алла рахматын алсын, сол радиаллаху анху. Сол кісі соларға жауап берді. Сол жаңағы философ, батыстың философтарына. Олар сол өздерінің әдеті бойынша сұрақты қойды. Құдай өзі секілді Құдай жарата ала ма деді. Ибн Рушд деді, жарата алады. Құдай жарата алады деді. Оған қадір шамасы келеді деді. Бірақ ана екінші ол Құдай болмайды деді. Ол илах бола алмайды деді. Ол Құдай болу үшін мұна бірінші Құдай сияқты басталынсыз болу керек еді ол. Міне қазір жаратты ғой, ол қазір басталып кетті бұнақ қарай. Ол Құдай бола алмайды деді. Осы айтуымен Алланың ауздарына құм құйылды дейді. Яғни жауап берілді. Көрдіңіздер ме? Бұл осындай философиялық көптеген осындай сұрақтар бар. Оны тек қана маманмен кеңесіп, ұстаздармен алған кезде ол бәрі орнына келеді екен. Сол үшін жаңа айттық, жастарымызды намазды әлі дұрыс оқи алматқан жастарды ақидасын бұзып жатқан жастар бар қазір. Келіп алып, айналла дейді. Алла қай жақта дейді. Бір телефон жоғалтқан адамдар секілді, іздейміз ғой, телефон қайда мен? Сол сияқты Құдайды іздеп жатқан жастар бар қазір. Ауру адамдар олар. Сол ауруын адамдардан іздеп жатыр қазір. Ауырмаған адамдар жұқтырғылар келіп тұрады соны. Оны Имран сүресінде Алла Тағала былай дейді. Құран кәрімде Алла айтады,
Мен мұхкам аятым бар, муташаби аятым бар дейді. Мұхкам не деп айттық жаңа? Бір сөз айтылады, бірақ мағынаға істетіледі. Муташабих деген бір сөз айтылады, астында көптеген мағынаны қамтитын сөз муташабих. Осы жүрегінде зайық деп айтқан Құран кәрімде. Зайық деген қыңырлық, ауруы бар адамдарға айтылады. Несі жүрегі дұрыс емес адамның. Жүрегі ауру адам. Сондай жүрегі зайық болған адамдар дейді, осындай астарлы мағынаны қамтыған аяттарды іздейді дейді. Сөйтіп адамдардың арасында осындай әлткі салады дейді. Ондай аяттардың мағынасын Алладан басқа ешкім білмейді. Біліміне берік болған және соған ілескендер, он Алла Тағаланың аяты, біз оны Алланың сөзі деп иманға келдік деп олар мақтайды. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ. Баршасы Алладан келді, біз Алладан деп сенеміз деп Алла Тағала оларды мақтады, сол иманға келгендерді. Ал соны іздестіріп, Алланың сипаттарын іздеп, оны талқылап, адамдардың арасында фитна шығарған адамдарды не деді? Зайық деп айтты, жүрегі ауру адамдар деп айтты. Сол үшін құрметті бауырлар, Аллаға шүкір, біздің ұстанып келе жатқан жолымыз сара жол. Бұл пайғамбарымыздан келе жатқан, ата бабамыздан келе жатқан үлкен керуен келді. Бұл керуен кетіп бара жатыр. Қазақ айтады ғой, керуен жүреді, ит үретін заман қазір. Қаншама адамдар, жастар адасқыра келіп жатыр, бірақ дін Алланікі, өз сақтайын деген адамдар сақтады. Мен Аллаға шүкір қаншама жастар көріп тұрмын. Құрметті бауырлар, осындай жат ағымдардан сақ болайық. Олар сіздің ақидаңызды бұзғаннан кейін сіздің шариғатыңызды да бұзады. Сөйтіп сіз ақылақ мінезіңізді де бұзады. Сөйтіп соңында қарасаңыз не болады? Өзің қайда кеттің, өзіңді білмей қаласың. Өткен бір бауырым айтады, Қарағандыда осында үлкен сақалымен Құдай аспанда деп имамдармен таласып, тартысып жүрген үлкен бір денсаулығы бар бір ағамыз бар еді дейді. Оған ұстаздар, оқып келген азаматтар неше мәрте түсіндіріп айтқан, аға қойыңыз, келіңіз кітаппен сөйлесек, не кітапқа тоқтамайды, не өзінде сауат жоқ. Қазақ айтады ғой, өзін білме, білген тілін алма дейді. Сол жігіт айтады, бір күн намазға келсем, жаңа кісі отыр екен дейді, азаннан кейін намаз күтіп отқан дейді. Жанынан келсем, мияғын айтады дейді, құлағыма сыбырлап жатыр дейді. Әбден шаршап кеткен ғой, Алланы іздей беріп, әрдеңеге бекітіп айтады дейді. Бауырым, негіз Алланың барына мен қазір күмәнданамын деп айтады дейді. Алла сырасын. Қара, не болып кетті ол? Міне шайтанның жетегінде кеткен адамдар ғой ол. Шайтан сөйтіп сізді сүйреп, соңында күмәнға салып өзі түсінбей қалғанда, Алланың бар екеніне мен қазір күмәнданамын деп айтады дейді. Алла сырасын. Оның оқыған намазын бәрі қайда кетті? Осы күнге шейін істеген құлшылығының бәрі күйіп кетті ғой адамның. Қазір Алла бар ма, жоқ па деп қазір күмәнданса, адам діннен шығып кетеді. Ол адам өліп кетпей тұрып, қайтадан калима шахадат исламды қабылдау керек. Бірақ осы күнге шейін істеген амалың бәрі жойылып, цифр болды дейді, қайтадан енді нөлден бастаймыз енді сауапты. Сол жаңа айтқанымыздай, бұл ақида мәселесі өте нәзік мәселе. Жаңа айтқанымыздай, Алланы іздемей қойыңыздар, оны зерттемей қойыңыздар. Оған біз жүктелінген жоқпыз. Құранда ондай аят жоқ. Алланы зерттеңдер, іздеңдер, табыңдар, ондай сұрақ жоқ. Пайғамбарымыздың хадистерінде ондай хадис жоқ. Бәлкім пайғамбар не деп жатыр? Алланың жаратқан жаратылысын зерттеңдер. Аллаға шынайы құлшылық жасаңдар дейді. Біз құл болу үшін келдік. Құл өзінің патшасын, бастығын зерттеу үшін келе ма, или жұмыс істеу үшін келе ма? Құл адам. Жұмыс істеу үшін ғой. Міне біз Алланың құлымыз, біз Алланы зерттеу үшін келгеніміз жоқ. Аллаға құл болу үшін келдік. Жұмысыңыз сол 40 парызыңыздың орнында отаныңа қызмет ет, ата-анаңды ренжітпе, әйел бала шағаңа дұрыстап қара, отаныңа қызмет ет, балаларыңды жылатпа, жетімді жылатпа, жесірді санын көбейтпе. Міне дініміз осыған бұйырады біздің. Осымен айналысыңыздар. Бірақ келіп алып, бәрін мына жаққа сырып қойып, кет, Алланы табайық. Алла қай жақта екен дейтін болса, онда шайтанның ілесі кетті, шайтанның жетегінде кетті, адасып кетті ондай бауырлар. Сол үшін құрметті бауырлар, намаз уақыты қалды ма? Сол үшін құрметті бауырлар, Аллаға шүкір, осы ауыз бірлігіміз арқасында қазір күннен күнге дініміз көркейіп жатыр. Осы ақида, жаңа айттық, наным, сенім, идеология бұл. Мен сондай отбасында адамдар танимын. Отбасында 2 баласы бар. Бір баласы өзіміздің дәстүрлі исламда жүрген бауырымыз. Екінші баласы сондай Алла аспанда деген ақида кіріп кеткен бала. Екеуі бір мезетте отырып, дастархан басында отыра алмай жатыр екеуі. Екеуі бір-бірін жоққа шығарады. Идеология деген сол. Ол әкесін кәпір, анасын кәпір деп жатқан ауыр сөз ғой. Бірақ сол ақидасы бұзылып кеткен екен, оны қорқпай айта береді екен бұлар. Себебі әкесі ол секілді ақидада жүрген жоқ қой әкесі.
болды, әкең адасып кетті, ол кәпір болды, сенің ақидаңда емес дейді. Өзінің жан жолдасы да кәпір болды, неге? Ақидасы ондай болмағандықтан. Сол үшін құрмет бауырлар, жаңа айтқанымыздай, мына ақида бұзылса, шариғатта бұзылып кете береді, артынан ақылақ мінез бәрібір кете береді екен. Міне Аллаға шүкір, өзіміздің дәстүрлі исламда жүрген бауырларымыз көріп тұрмыз. Ақидамызды Аллаға шүкір, намазымызды оқимыз, отанымызбен жұмысымызды жасаймыз, қыдырамыз, ойнаймыз, бала шағамызға көңіл бөлеміз. Ал осындай адасып жүрген бауырларымызды қарасаңыздар, бір жоқ іздеп жүрген адамдар оңшең. Бір деңгейге ізденіп жүреді, ұрынып жүреді әр нәрсеге. Жаңа Құран кәрімде айтқандай, ол ауру адамдар. Алла оларға шифа берсін жүректеріне, Алла хидаят берсін оларға. Өзіміздің бауырларымыз, әрине ішке тебе алмаймыз. Бірақ жаңа айтқанымыздай, ұстаздар өшеде бар екен, сабақ жібермеңіздер. Осы негізгі ақида мәселелерді соны бәрін жақсылап үйреніп алыңыздар. Сонан соң ол бауырларымызға осыны түсіндіріп айтатын болсаңыздар, баршасы орнына келеді екен. Субханака астағфирука ва атубу илейк. Я рахман рахим, баршамызды өзінің сиратул мустақим жолында жүріп, сиратул мустақим жолында өтетін пенделерден ете көр. Я рахман рахим, еліміздің тыныштық, амандығын бергейсін. Ислам дініне күш қуат бергейсін. Осы жамаатымыздың санын көбейтіп, дін хақ, пайғамбарымыз хақ деп, осы Қазақстан жеріндегі мұсылмандардың санын көбейткейсін. Я рахман рахим, осы ел үшін, жер үшін, отан үшін марқұм болған ата-бабаларымыз өз рахматын алғайсың. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر.